Қайырлы күн достар, мені арнама қош келдіңіздер. Видеоны көрмес бұрын мені арнама тіркеліп кетіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын булочкадан рецептімен бөлісетін боламын. Құрғақ ыдысымызға алдымен жылы сүтімізді, 4 ас қасық қантымызды, қатты тәтті болғанын қаламасаңыз, 2-3 қасық қоссаңыздар да болады. Кейін 1 шай қасық дрожжи қосамыз. Қызда дрожжи свежий болу керек, тұрып қалған дрожжи болса, ол қамырымыз көтерілмей қалады. Дрожжи жақсы ерісін деп 10 минутқа қойып қоя салдым осылай. Одан кейін ерітілген сары май салдым. Шым-шым тұз салдым, жұмыртқа салдым. Жақсылап араластырып, енді жаймен ұнды сеуіп бастаймыз. Ұнды осылай міндетті түрде електен өткізсеңіздер, қамырыңыз жұмсақ болады. Оның барлығын салып жібермей, жайлап қамыр елейтін боламыз. Қатты болып кетпесін, жұмсақ қамыр болып шығу керек. Осылай мамықтай болып көтерілді. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен қамырымның бір бөлігін морозилкаға алып қойдым, кейін басқа күнде жасай беру үшін. Ал бір бөлігін осылай жұқа қылып жайып, рогаликке жасап бастаймыз. Өзімше мына пицца кесетін пышақпен кесе қояйын десем, қисық қылып кесіліп кетті. Сіздер пышақпен кессеңіздер де болады. Енді осы бөліктерге кез келген начинканы салсаңыздар болады. Мен еш нәрсе салмадым, себебі ең соңында салатын боламын. Ал енді екінші формасын көрсетейін. Бұл сердечко деп аталады. Осылай жұқаша қатты қалың қылмай жайып шығамыз. Сары майды ерітіп немесе сұйық майды осылай жағып шығамыз да. Қалауыңыз бойынша секермен макс сепсеңіздер болады. Енді осыны тығыздап, орап шығамыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай кесеміз. Соңына дейін апармаймыз, сәл қалдырамыз. Бірақ көп те қалдырмаңыздар. Енді үшінші формамыз гүл. Ортасына соктың крышкасын қойып қоямыз да, осылай видеодағыдай кесіп шығамыз. Ортасына начинкасын салар кезде тағы да крышкамен басып шығамыз. Әйтпесе начинкамыз шығып кетеді. Рогаликтің бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Одан кейін үстіне мак себеміз. Кейін қантты сеуіп шығамыз. Енді гүліміздің ортасына осындай махиевтің вареньясын жағып шықтым. Сіздер сгущенка жақсаңыздар да болады. Деп компаниясының, немесе 3 желания компаниясының, басқа компанияларға ақ кетуі мүмкін. Енді басқа булочкаларымызға да жұмыртқа жағып шығамыз. Булочкаларыңыз одан әрі тәтті болсын десеңіз, на сердечкидің жұмыртқа жаққаннан кейін үстіне қайтадан секер салсаңыздар болады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.